Өзüm balamsın ғой енді. Құдайға шүкір енді өзіңіз мал. Ауруын жасырған өледі деген. Конечно көке. Саған айтпағанда кімге айтам? Конечно. Енді ауру деп ауру емес, енді бірақ мынау қартайғанда қалған соңғы қызығым. Соны енді өзің айтайын енді. Мынау соңғы кездері Насыбай тұрмай жүр. Оны бірден келіп қарап бер енді сен. Ақсақал. Не айтып тұрсыз? Насыбай тұрмайды деймін саған. Ұялмайсыз ба? Балаңызды жас балаға не айтып тұрсыз? Ай, Сабырдың баласы болсаң өзің баламсың ғой, бір бәле қылып тұрғызсын. Көке. Қойыңыз. Ұят болады көке. Мұның тек қой. Ұялмайсыз ба? Ай, немелеге доктор болып жүрсің. Bir Насыбай тұрғызамасаң. Көке мен ондай доктор емеспін мен. Шадағымдығы мен ондай. Сабырдың баласы ой ұрмай. Әзілдеп тұрыстау дейме. Көкем әзілдейін. Ой, мұна түстің бәрі түсіп қалды. Насыбай атайын десем тұрмайды, ары қарай кетіп қала береді бәрі. Отаң өлет Насыбай тұсап тұратын түс екен ғой бұл. Сразу айтпайсыз мен сөйтіп. Не деп? Насыбай тұрмайды деп. Енді мен саған не деп атым? Ай, келгел қасқап тұрмын ғой, Насыбай тұрмайды деп. Мен. Ой! Кәлем бала деме. Сабырдың баласы екенсің, Насыбай тұрғаны. Бәсе қойыңыз деп қояды. Бұл Насыбайды кемпірімде қойдыра маған әне. Ой, бұрмай. Ай, сен соны бір бәлеға бейемде енді. Саласың ба, басқа қыласың ба? Мен Насыбай ататындай болайын енді. Ой, бұрмай. Насыбай тұратын болсын. Сәрім. Ай, көке, оны тағы да. Ауданға жіберем бе сіз қайттан? Жіберсең жібер, е. Bir барғанда бәрі тындырып қайтайын. Тағы авлосына бәлшаға кіресіз. Сол жақтағы есік гинекологқа барасыз. Бәрекелді бала. Оны кейін балам енді анау Сабырдың баласы болсаң, өзің баламсың ғой енді. Құдайға шүкір. Ана тәңен мал доқтырсың ғой енді сен. Ана кемпір жылап жүреді. Сиыр ауырды дейма тәңенер. Орнынан тұрмайды. Орнынан тұрмайды. Соны бір бәлеғып емдеп бер енді өзің. Жарай ма? Жарайды көке, жарайды. Қайт келіп жүрмей мені. Жарайды көке. Ой, ата.